ескерткіш үшін егес. Арман болған ескерткіш сол күйі тұрғызылмады. Ғанидың ерлігі мен ғазиз бейнесі шәкірттердің жүрегінде сақталды. Идеал жағынан Совет үкіметінің талабына сай келсе де, Ғанидың жолы жабыла берді. Себебі оның мынадай тарихы бар. Хрущевтің кезінде бұрынғы көсемдерге қойылған ескерткіштер тұғырынан түсіп жатты. Барлық жерде сынға ұшырап, жеке басқа табыну айыпталды. Сондай бір сәтте Қазақ СССР-ның екінші хатшысы Соломенцев оңтүстік жастары Ғани Мұратбаев дейтін біреуді тауып алыпты. Егер ол халыққа шын қызмет еткен болса, есімі халық жүрегінде сақталады. Оған сол орында жетеді дейді. Құдаймен ойнама, шапаныңды шұрық-тесік қылады деген. Соломенцев Ғанидың аруағына қасақана қиянат қылып, шындықты аяққа таптады. Бірақ антология заңы бойынша сұраусыз жатқан шындық жоқ. Яғни бір нәрсе бар болса, оның туына себеп болған біреу де бар. Ол біреу мұндай ерлікті көтермейді. Міндетті түрде тәубаңа түсіреді. Осы көпірме сөзінен соң лауазымды басшы күйеуі бар медбикемен некесіз ойнап күліп, ойда жоқта ұсталып қалады. Оның абыройына түскен дақ партияның да сүйегіне түскен таңба болды. Абыройдан жұрдай болған Соломенцевті бюро мүшелері дереу қызметінен алып, Ресейдің бір провинциясына лақтырды. Мұндай құбылысты қазақтар Құдай ұрған оңалар, әруақ ұрған оңалмас деп түсіндіреді. Демек, астамсыған басшыны Ғанидың әруағы ұрды. Биліктен құлық болмаған соң ескерткішті Өзбекәлі өз қолына алды. Комсомолдарды осы идеяға үндеді. Осы кезде оқушылар мен студенттер мақта теру жұмысына тартылатын. Сол кезде бір күндік жалақымызды Ғанидың мүсінін тұрғызуға аударамыз деген бастамаға үн қосты. Қажетті қаржы жиналған соң Өзбекәлі Мәскеудегі атақты мүсінші Давид Шмуйловичке барды. Ол Өзбекәлінің дене тұрқын өлшеп, соған сәйкес Ғанидың денесін мүсіндеді. Бір нұсқасын гипстен, екіншісін Ленинградтағы бір зауытта қоладан құйдырды. Гипсте, қолада Шымкентке астыртын жеткізілді. Бұлай қарасаң, қас шебердің қолынан шыққан айбарлы мүсін мінсіз жарқырап тұр. Ендігі іс тұғырына қондыру. Бірақ қазақтан идеал шығару оңай шаруа емес. Сол кездегі облыс басшысы Макаров Шымкентте Ленинге ескерткіш қойылған жоқ, оның жанында Ғани Мұратбаев кім деген сылтаумен мүсінді 6 жыл қоймада ұстады. Бұл кезде Өзбекәлінің қызметі жоғарылап Алматыға ауысты. Бірақ Ғаниді тұғырына қондыру үшін күресе берді. Макаров кеткен соң оның орнын Левенцов басты. Ол да Макаров құсап Ғанидың мүсінін қапастан шығармады. Мұндай қысастықтың негізгі себебі Қарабайыр СССР кезінде старший брат деген ұғым болған. Яғни орыс ұлты бәрінен үстем, 14 елдің үлкен ағасы. Кіші республикалар ағасының айтқанын бұлжытпай орындау керек. Ағасына сөз қайтарса, әдепсіз бала атанып, оңбай таяқ жейтін. Орыс халқының арқасында бәріміз адам болдық. Тіпті дербес ел болуға шамамыз жетпеген қазақ халқы Ресейге өз еркімен қосылған екен деген миф ойлап тауып, оны республика деңгейінде үлкен мереке қылып атап өтетін. Бұл мифтің жалған екені тәуелсіз тарихшылар архивке түсіп, көне құжаттарды қопарған кезде ғана анық болды. Тіпті Қазақ СССР-ның әнұранын жазғанда да орыстардың аға халық екенін насихаттап тұратын мәтіндер кіргізген еді. Мысалы, дақ салмай Лениннің жеңімпаз салтына, ұрпағы қосты даңқ отанның даңқына, одақтас ұрандас елдердің қамқоры, көп алғыс айтамыз ұлы орыс халқына. Осындай тегеурінді идеология жан-жақты жүріп жатқанда, қазақ халқының өзін екінші сортты адам санап, орыс көрсе шегіншектеп тұратын психологияға ұрынуы заңды құбылыс. Біз тұрғанда сендерге не бар деген шовинистік пиғыл Ғанидың культін жоюға келді. Өзбекәлі тұлғасының мұғжизасы осы жерде көрінеді. Оның санасында өзін екінші сорт адам санайтын бейшара психология қалыптаспаған. Өзі комсомолдың құлағында отырса да, 1918 жылы алаш арыстары сияқты ашық күрескен. Бір қызығы ұлтшыл позициясын ашық көрсетіп жүрсе де, пәлеге шатылмай, қуғындалмай, сотталмай, биліктің биік сатысының бірі орталық комитеттің 3-ші хатшысы деңгейіне дейін өсті. Мұның әртүрлі метафизикалық себебі болуы мүмкін. Соның бір айғағы былай. Пенде ақыл парасаты өзінен асып түскен екінші бір ірі тұлғаны танытуға тырысып, күншілдікке салынбай, соның ерлігін паш етпек болғанда, өзі де автоматты түрде кемел адамға ұқсап шыға келеді. Ғаниді танытам деп төбелескен Өзбекәлі, Ғани сияқты өзі тау тұлғаға айналды. Мәдени майданда шегіну мен жеңілуді білмейтін Өзбекәлі бұл мәселені орталық комитеттің жиналысында көтеріп, Левенцовты сынады. Бұдан соң Левенцов та қарап қалмады, үзілісте екеуі кәдімгідей ұстасты. Сын қанша жерде сыпайы әрі әділ айтылса да, ол сынды көтере алмай шарт кетті.
шарт кетуінің негізгі себебі де кішкентай інісінің старший братқа тіл тигізгенін көтере алмады. Ол кезде оларға қарап қазақтардың тіке сөйлеуінің өзі үлкен оқиға. Өзбекәлі шегінудің орнына қазір тағы да сөз алып әңгімені ортаға салам деді. Артық уыс боп тұрған Ливенцов сол сәтте сынып кетті. Бірден жұмсарып, Ғанидың ескерткішін пионерлер паркіне орнатайық деді. Өзбекәлі: жоқ, комсомол көсемі пионерлер паркінде тұрмайды. Оған орталық саябақ қана лайық деді. Келіскен сыңай танытқан Ливенцов түлкі бұланға салып, облыстағы бюро мүшелерімен ақылдасайық, олар келіссе сөз жоқ орнатамыз деді. Сөйтті де Шымкентке бара салысымен қоймадағы мүсінді Келес ауданындағы Ғани Мұратбаев атындағы совхозға орнатуға пәрмен берді. Ал өзі Қара теңізге демалуға кетті. Бұл оқиғаның куәгері Қалаубек Тұрсынқұлұлы бүйдеп естелік айтады. Ғаниға қойылатын ескерткіш бюрода талқыланды. Бюро мүшесі болғасын сол жиынның ішінде отырдым. Бізді облатком төрағасының орынбасары Жұмабек Ташенов қана қолдап сөз сөйледі. Біз бірінші ескерткіштің гипстен жасалған нұсқасын көрсеттік. Оны неге гипстен жасаттыңдар? Ұзақ тұрмайды ғой, деді Ташенов жанашып. Темірден жасалған нұсқасы да бар, оны автор әзірше бермей отыр деп жауап бердім. Бізге гипстен жасалған нұсқасы да жетеді, қола нұсқасы мүмкін Алматыға қояр, деп Ливенцов қысқа қайырды да, ескерткішті салтанатты түрде ашыңдар. Оған біздің атымыздан обком хатшысы Задин қатыссын деді. Ескерткіш Шымкент қонақ үйінің алдындағы скверге орнатылатын болды. Оның оңтүстік шетінде театр құрылысы салына бастаған, яғни адам көп жүретін жер. Біз межелі жерге мәрмәр тасты белгі қатап, осы жерде Ғани Мұратбаевқа ескерткіш орнатылады деп жазу жазып қойдық. Белгі тастың ашылу салтанатын үлкен той етіп өткіздік. Оған облыс басшыларынан Жұмабек Ташенов ағамыз ғана келді. Обкомның бөлім меңгерушісі Сәкен Қалғымбаев еңбек, соғыс ардагерлерімен қатар әскери құрамның бір взвод жауынгерлерін шақырған екен. Белгітастың тұсауын кескенде олар аспанға оқ атып, жиынның салтанатын қоюлатты. Ертесі күні кабинетте отырсам, Сәкен Қалғымбаев кіріп келіп, біздің қойған белгімізді біреу қиратып кетіпті, деді ызаға булығып. Сонда қалай? Дедім орнымнан атып тұрып. Жазу жазылған жағын әбден бүлдірген, деді ол. Біз кабинеттен жүгіріп шықтық. Ғимараттан шыға берісте Жұмабек Ташенов ағамыз кездесе кетті. Мен бәрінен хабардармын, тез арада қалпына келтіріңдер, деді. Шамасы, ол кісі милиция қызметінің хабарласуымен білсе керекті. Бардық, көрдік. 2 күннен кейін Сәкен бәрін қалпына келтірді. Бірақ бір айдан соң белгітасқа тағы шабуыл жасалып, мәрмәр тасын түгелдей қопарып кетіпті. Біз қайта қалпына келтіруді жөндеп таппадық. Ескерткіші тезірек қоймай шабуыл тоқтамасы анық еді. Облыс басшысы Ливенцовтың алдына қайта кіріп, ескерткішті тезірек орнатуға рұқсат сұрадық. Бірақ ол алдымен театр құрылысын бітіріп алайық. Ескерткіш ешқайда қашпайды. Театрға да жастар барады ғой, бір жағы Мәскеумен де ақылдасу керек деген сылтау айтты. Істің сиыр құйымшақталып бара жатқанын түсіндік. Ливенцовтың ескерткіш қоюға құлқы жоқ. Оның алғашқы ойынан айнуына Мәскеу жақ ықпал еткен сияқты. Өйткені ол көп мәселеде Кремльде отырған идеолог достарымен ақылдасатын. Болған жағдайды Өзбекәліге хабарладым. Ендігі шайқас Кремль қабырғасына ауысты. Өзбекәлі де қарап қалған жоқ. Мәскеудегі таныстарына хабарласып, Ливенцовқа қоңырау түсіре бастады. Өзбекәлінің бір ұнайтын мінезі, алған бетінен қайтпайтын. Ақыры Мәскеуден еш қарсылық жоқ, лайықты тұлға, ескерткіш қоя беріңдер деген қағаз алдырып алды. Ендігі мәселе Ливенцовтың өзіне кеп тірелді. Өзбекәлі оған сылтау айтатын саңлау қалдырмады. Осымен іс бітті. Әне міне дегенше ескерткіш тұғырып қонады деп күттік. Сөйтсек қызық алды екен. Бір күні әріптесім Виктор Прокопенко телефон соғып, «Қалеке, бізде бір масқара тірлік болып жатыр», деді. «Не болып қалды?» дедім тағатсыздана. «Ғаниді ұрлап кетті». «Ғаниді? Қай Ғаниді?» «Ғанидың ескерткішін айтамын». «Не деп тұрсың, оны кім ұрлаушы еді? Милицияға хабарладыңдар ма?» «Мұнда милиция іздейтінде ұрлық жоқ, ескерткіш жоғалмаған. Оны бізге білдірмей қоймадан жасырын әкетіп, Келес ауданындағы Ғани Мұратбаев совхозына апарып орнатып қойыпты. Маған жаңа ғана хабарлады. Анық қанығын білмеймін», деді. Ғанидың ескерткішін бір жақты қылған соң Ливенцов алаңсыз Қара теңізге демалысқа кеткен еді. Ұрланған ескерткіш жайлы естігенде Өзбекәлі екесе ерексізді. Ол жауапты шенеунікке хабарласып, ескерткішті қайтарып алды. Сөйтті де оған Ливенцов келгенге дейін Ғанидың мүсіні Шымкенттің ең көрнекті жерінде тұратын болсын деп бұйырды. Бұйрықтан бөлек салтанатты ашылу шарасын өзі тікелей ұйымдастырды. Бұл шараға бастан аяқ қатысқан көзі тірі куәгердің бірі Раиса Райымбек қызы. Ол бүйдейді.
Өзбекәлі бұл іске ерекше махаббатпен кірісті. Мүсінді қаланың ең көрнекті жеріне жайғастырды. Басына қоятын гүл шоғының ұзындығы 6 метрден асып кетті. Оны көтеріп апарып ескерткіштің алдына қоятын жас жігіттер мен қыздар мұқият сұрыптаудан өтті. Ең сауатты, ең көрікті әрі әдепті жастар іріктеп алынды. Шарадан бұрын репетиция қатаң өткізілді. Ливенцовтың келуіне 2-3 күн қалғанда дайындық толығымен бітті. Мүсіннің үстінде ақ мата жауып лентасын тартып қойды. Ливенцов Қара теңізден оралғанда қолына қайшы ұстата қойды. Енді қарсыласу пайдасыз. Ол басшы ретінде лента қиып, жиында сөз сөйлеуге мәжбүр болды. Осылайша Шымкентте Ғанидың ескерткіші бой көтерді. 1925 жылы Ғаниға ескерткіш орната алмай арманда кеткен Құрманбек Жандарбековтың идеясы 40 жылдан соң 1965 жылы әрең дегенде жүзеге асты. Ол кезде Құрманбектің өзі 60-та алқымдап қалған ақсақал еді. Бұл жаңалықты естігенде өшкені жанып, өлгені тірілгендей болыпты. Алмас қылыш қап түбінде мәңгі жатпасын біліп едім. 40 жыл кешігіп жетсе де, әділдік ақыры салтанат құрды ғой, деп иегі кемсеңдеп көзіне жас алып, бір заманда Ғанимен болған жарқын естеліктерін еске алыпты. Тарихқа көз жүгіртсек, Ғани Мұратбаев дүние салғанда Мәскеу жұрты 3 күн аза тұтыпты. Орталық алаңда салтанатты түрде шеру тартып, оның мүрдесін соңғы сапарға шығарып салған. Куәгердің сөзінше, жұрт алаңға симай кетті деседі. Газет бетінде Ғаниді еске алған, комсомолдарға көңіл айтқан мақалалар қаптайды. Жиынның бәрі оның 1 минуттық еске алуымен басталып, Балтық теңізінің 200 жауынгері салтанатты киіммен 3 күн бойы оның моласында құрметті қарауылда тұрыпты. Ғанидың сол замандағы басқа марапаттарын қоспағанда Шығыстың шамшырағы деген атағының өзі жер жарыпты. Құрметті оқырман, қалай ойлайсыз? Осындай атақты тұлғаның тез ұмытылуы немен байланысты? Жауабы қарапайым. Қазақ болған үшін шовинистік мінез сүйегінен өтіп, кемігіне сіңген старший браттар басқа ұлттан шыққан шамшырақты қасақана көрмеуге тырысқаны сонша, оның Мәскеудегі моласының өзі аз уақытта қараусыз қалды. Басындағы белгі тасы тез жоғалды. Сол заманда өмірде болған болмағаны белгісіз, бірақ туған әкесін үкіметтің атын ұрлады деп милицияға ұстап берген Павлик Морозов деген боқмұрын баланың ерлігі жырланып жатты. Балалардың идеалына жылдам айналды. Себебі ол қазақ емес еді. Морозов культінің күшті дәріптелгені сонша, Павлик құсап әкесі милицияға ұстап беруді армандайтын қазақ балалары да өсіп қалып еді. Жалпы қазақы тәрбие алған, жүрегі таза сезімтал кісі Морозовтың ерлігінің теріс саясат екенін бірден ұғатын. Осындай рухани вирус қазақ жастарының ой санасын уламас үшін Өзбекәлі Ғани Мұратбаевтың идеал тұлғасын насихаттай берді. Ол комсомол көсемі кезінде Мәскеудегі Вагонков зияратында бірнеше рет экспедицияға жіберіп қабірін іздетті. Моласын тауып басын қарайтып арнайы жиын ұйымдастырды. Оның моласын Мәскеуге жолы түскен қазақ жастарының арнайы зиярат ететін міндетті маршрутына енгізді. Болгариядағы бүлік. 1965 жылы Болгарияның астанасы Софияда жүрген жастар мен студенттердің дүниежүзілік 9-шы фестивалі басталды. Бұл фестивальға СССР-ден де қатысатын болды. Мәскеудегі арнайы комиссия 15 республикадан ең талантты өнерпаздарды конкурстан сұрыптап алу керек. Өкінішке орай, Қазақ СССР-нен ешкімді ұсынбапты. Не бір ансамбль, не жеке орындаушы комиссияның көзіне түспеген. Өзбекәлі бұл кезде іссапармен Цейлонда жүрген. Алматыға келген бойда жайсыз жаңалықты естіп, тағы қаны басына шапты. Дереу Мәскеуге телефон соғып мәселені қайта көтерді. Мәскеудегі жауапты маман өзің біреуді ұсын, мен қосымша енгіземін деп уәде берді. Қызық енді басталды. Ұйымдастыру комитетінен біреу Өзбекәліге телефон соғып, сонымен кімді ұсынатын болдыңыз деді. Әлі бекіткем жоқ, қас талантты іздеуім керек деді Өзбекәлі. Осы кезде старший браттың шовинистік мінезі қалқып бетіне шықты. Ол ұялмай, қызармай: сізде бір таяққа екі шекті тағып қойып тартатын аспап бар еді ғой. Міне сол күшті болар еді. Еуропа үшін аспап экзотика, соны ойнайтын біреуді ұсынсаңыз қатып кетер еді деп қойып қалды. Кеудесін кісіге бастырмайтын Өзбекәлі: кімді ұсынатынымда сенің жұмысың болмасын. Қажет деп тапсам биші жіберемін деп трубканы тастай салды. Сөйтті де биші қыз іздеді. Қазақстанда виртуоз домбырашылар толып жатса да, Өзбекәлі не үшін бишіні таңдады? Себебі ол кезде ұлттық бидің жоқтығы қазақтарды кемсітуге таптырмас сылтау болатын. Қазақтар өркениет көрмеген, мәдениеттен жұрдай, өнер дегенді ұқпайды. Ұшы-қиыры жоқ далада жөн-жосықсыз көшіп жүре берген. Бұларды адам қылған орыс деген сарындағы мәдениетсіз әңгімені көрінген жерде айта беретін.
Осы бір жабайы мінездің шовинистерге сіңісті болғаны сонша, 1970-80 жылдары Алматының өзінде қоғамдық көлікте өзара қазақша сөйлессең, «Эй, Калбит, нормально разговаривай на человеческом языке» деп тыйып тастайтын болған. Ең қызығы, осындай жабайы мінезге не мемлекет тарапынан, не зиялылар атынан ескерту, түзеу, жазалау сияқты шаралар қолданбаған. Үкіметке шағым айтса, ұлтараздық туғызбаңдар деп өздеріне тап беретін. Тіпті Мәскеу мен Ленинградта отырған орыстың зиялы қауымы да осы бір жабайылықпен күресуге ықыласты болмаған. Яғни өзге ұлтты кемсітуді қалыпты табиғи процесс деп қабылдаған. Бұдан соң Өзбекәлі беделін салып бишілерді іріктейтін комиссияны Алматыға алдырды. Сыннан өткен биші келесі емтиханды Мәскеуге тапсыру керек. Мәскеудегі сынаққа бұған дейін халықаралық жарысқа қатысып көрмеген 20 жасар атыраулық биші Гүлжан Талпақова аттанды. Іріктеу жарысы оңай емес. Шығыс биін көрсетуге өзбек, қырғыз, түркмен, тәжік, Әзербайжан елінің өнерпаздары да баратын. Тәңір берген талантыңа сенбесең, тамыр мен таныстың телефонның ықпалы жүрмейді. Комиссия құрамында Мәскеу мен Ленинградтағы опера және балет театрының тарландары отырды. Олардың көсемі Большой театрдың жетекшісі атақты биші Йосиф Михайлович Туманов. Соншама дүлдүл арасында олардың көзі Гүлжан Талпақоваға түседі. Іріктеу біткен соң бишілер елге қайтып, күнделікті тірлігін атқара береді. Гүлжан жұмыс бабымен Қостанай облысында гастрольге аттанады. Алыс бір ауданның шағын сахнасында билеп жүрген кезінде Қостанайдың жергілікті әкімі келіп, сені Алматыға басшылар шақырып жатыр. Ертең сені Өзбекәлі Жәнібеков қабылдайды деді. Бізбен сұхбаттас болған Гүлжан Талпақованың өзі бұл оқиғаны бүйдеп баяндады. Мені Волгаға отырғызып, шапшаң Қостанайға жеткізді. Әуежайда тікұшақ күтіп тұр екен. Тікұшақ сол күні кешке мені Алматыға келді. Ертесіне буынып түйініп, комсомолдың ғимаратына келдім. Күтіп алушылар жаны қалмай жүгіріп жүр. Қазір Өзбекәлі Жәнібеков сізді көруге келеді. Сахналық киіміңізді киіп келіңіз деді олар. Ол кезде танымал болмасаң, арнайы костюм тікпейтін. Қазақ концерттің жалпыға ортақ бір костюмін үстіме іліп алдым. Оның өзі құранды болатын. Көйлегі Жамал апаныкі болса, нымшасы Шарап аныкі болу кәдік. Көбіне өлшемі сай келмей, үстіңде олып-солып тұратын. Оның өзін икемдеп, ішім бүріп, қыстырып аламыз. Мен киім ауыстырып болғанша Өзбекәлі аға да келіп жетіпті. Бір қарағаннан түрі сұсты көрінеді. Маған қарап, қазақша қандай биің бар? Сахнаға шық та көрсет өнеріңді деді. Өзімен бірге арқалап жүретін ауыр магнитофоным бар еді. Соны қостым да қазақша 2-3 би билеп бердім. Өзбекәлі үнсіз тамашалады. Би біткен соң талқылау залына жиналдық. Ол маған қарап, бар киімің осы ма деп сұрады. Иә, осымен билеймін дедім. Ол жанындағы мәдениет министрінің өкіліне қарап, көрдіңдер ме қазақ мәдениетінің сиқын? Шетелге шығып қазақ биін таныстыратын бишіміздің киімінің түріне қара, не масқара мынау деді. Мен түрі мұнамай қалды деп шошып кеттім. Әлгі шенеунік басы салбырап үндемей құтылды. Өзбекәлі маған қарап, күнделікті киетін киім-кешегің қалай деді. Мен сұрақты онша түсінбедім. Жақсы, жасыл көйлегім бар, бәрі жаңа деп жауап бердім. Жолға ұстайтын сөмкең бар ма деп сұрады. Иә дедім. Әкел көрсет деді ол. Атыраудан Алматыға оқуға аттанарда әке-шешем сатып берген советтік қара чемоданды қасыма әкеп қойдым. Оның чемоданға да көңілі толмады. 3 күн уақыт беремін. 3 күн ішінде 3 биге арнап бөлек-бөлек ұлттық киім тіктіресің. Одан бөлек 4 маусымда киетін киім-кешегін жаңалайсың. Косметикасын түгел ауыстыр. Боянатын опа-далабы мен әтіріне дейін импортный болсын. Қонақ үйде киетін қалаты мен тәпішкесіне дейін жайнап тұрсын. Анау ескі чемоданды көрмейтін болайын. Ақшаны өзім табамын. 3 күннен кейін кездесеміз деді де шығып кетті. Жанна деген жауапты қыз менің қолымнан жетелеген күйі детектетіп әкеліп Волгаға отырғызды. Қаланың шетіндегі 70-ші разъезд деген жерге жылдам жеттік. Ол жерде өкіметтің қоймасы бар екен. Қоймаға кіргенде аузым ашылып жағым түсіп қала жаздады. Әртістер түсінде ғана көретін 99 түрлі мата мен бағалы аңның жылтыраған терісі үйіліп жатыр. Базарда жүргендей қойманың ішін армансыз аралап, қымбат мата мен жүн терінің неше түрін аралап алдық та, театрдың астындағы арнайы киім тігетін цехқа келдік. Тапсырманың қатты болғаны сонша бүкіл дизайнер мен тігінші маған жабылды. 3 күн бойы киім өлшеп пішумен болды. Өз көзіме өзім сенер емеспін. Құдды бір түс көргендей болдым. Жарқыраған мата мен жылтыраған теріден бір өзіме арнап қазақша киім тікті. Сахналық костюм дайын болған соң сыртқы киім-кешек пен косметиканы жаңалады. Соңғы үлгідегі ең сапалы әрі әдемі киімдер мен опа-далапты алдыма тосты. Ескі чемоданымды лақтырды да Чехословакияда жасалған
папа, мама, ия деп аталатын матрешка сияқты 3 қабатты чемодан берді. Бұл заттарының сапасының мықтылығы сондай 10 жыл ұстап тоздыра алмадым. 3 күннен соң мені ханның қызындай жайнатып Өзбекәлінің алдына апарды. Киімді жайма сияқты жайып қойды. Өз ағам бәрінің материалын қолымен ұстап сапасын жеке-жеке тексеріп алды. Маған қарап, қалай Гүлжан, жаңа киімдерің ұнады ма деді. Иә аға, бәрі ұнады дедім дірілдеп. Ол кезде мұндай нығметті көрмеген таза совет адамы едік. Сондағы бар уайымым конкурстан соң киім-кешекті қайтарып ала ма, жоқ па? Кенет шыдай алмай, аға, конкурс біткен соң бұларды қайтарып ала ма? Қазақ концертке тапсыруым керек пе деппін. Жоқ деді. Бұларға мен бір тиын төлеген жоқпын, қымбат заттар. Мен оларды қалай аламын дедім. Ол күліп, қыздар өзі түсіндіреді деп қысқаша қайырды. Бұдан соң фестивальға дайындалу үшін Мәскеуге аттандым. Мұнда Совет одағының жас таланттары жиналыпты. Ол кезде ешбірінің атағы жоқ. Олар 10 жылдан соң ғана халық әртісі атанып, Совет одағының даңқты өнер жұлдызына айналды. Біз бір команда болып күндіз түні бірге дайындалдық. Олардан есімде қалғаны Сабира Атаева деген түркмен қызы, Қырғыздан Болат Мыңжылқиев, Азербайжаннан Тамара Синявская, Молдовадан София Ратару болды. Қатысушыға 2 костюмнен тіктірді. Сосын пойызға отырып, Польшаны басып өтіп Болгарияға жеттік. Көп замай фестиваль басталды. Атақты штангист Леонид Жаботинский СССР-дің туын ұстап шерудің алдында жүрді. Әуел жоспар бойынша мен оркестрдің сүйемелдеуімен билеуім керек еді. Бірақ Софияға барғасын не болғанын білмеймін, оркестр қатыспайтын болды. Оның орнына маған өзбектің дойра деген аспабына билейсің деді. Ал мен Юрий Силантьевтің симфониялық оркестрімен репетиция жасағам. Амал жоқ, дойрамен репетиция жасауға көндім. Егер дойраға билей алмасам, орныма өзбек қызы билейді екен. Ол қосымша құрамда болған. Яғни маған бірдеңе бола қалса, немесе жарысқа 10 минут кешіксем, мені алмастыру үшін арнайы еріп келген еді. Конкурсқа бір күн қалғанда аздап қобалжып, ертерек ұйықтауға ыңғайланып отырғам. Кенет түнгі 12-де біреу есік қақты. Ашсам бейтаныс кісі. Сен бе Талпақова деп сұрады. Иә, мен дедім. Сен болсаң жаңа ғана хабар келді. Ертең сен жарысқа шықпайтын болдың деп дөңк еткізді. Неге деп шошып кеттім. Өзің білесің, мұнда оркестр жоқ. Ал дойра өзбектің ұлттық аспабы. Сондықтан сенің орнына Өзбекстан бишісі билейді деді. Біреу үстімнен бір шелек су құйып жібергендей болды. Басым айналып, жүрегім дүрсілдеп кетті. Сонда қалай? Мен 2 ай дайындалдым ғой, дойраға да билей аламын деп жылап жібердім. Білмеймін, Өзбекстаннан келген өкіл солай деді. Ертең келіп әуре болмай-ақ қой деп қысқа қайырды да кетіп қалды. Не істерімді білмей, шарасыз кейіпте көзімнің жасын көл қылып отырдым да қалдым. Менімен бөлмеде қатар жатқан құрбым маған қарағанда батыл еді. Ол мән-жайды бірден ұқты. Әй-шайға қарамай білегімнен ұстады да, тез қимылдау керек, әйтпесе кеш болады деді. Сағаттың тілі түнгі 12:30-ды көрсетіп тұрған. Жылдам кейін, деп асықтырды әлгі қыз. Асып сасқаным сонша сахнаға киетін қазақша етікті киіп алдым. Үстімде халат. Құрбым болса, кім еді сенің жолбасшың? Әлгі Қазақстанның комсомолының бірінші хатшысы қайда деп сұрады. Өзбекәлі Жәнібек деді мен еңіреген қалпы. Ол бұл жайдан бейхабар болуы мүмкін. Тезірек соны табу керек деді де мені жұлқып далаға шығарды. Бізге қарама-қарсы ғимаратта СССР-ді бастап келген комсомол көсемдері жайғасқан. Құрбым мені жетектеген қалпы сол ғимараттың ішінен бір-ақ шықты. Күзетшілер тосқауыл болып, түнгі сағат 1-де неғып жүрсіңдер деп сұрады. Бізге Қазақстанның комсомол хатшысы керек деді құрбым. Не істейсіңдер оны? Түсініксіз жағдай болып тұр. Таңертең конкурс, мәселені қазір шешпесек ушығады деді құрбым. Күзетшілер біздің мойынға асып алған СССР деген бейжікке қарады да, Өзбекәлі жатқан бөлменің нөмірін айтып ішке кіргізді. Өз ағаның бөлмесін тез таптық. Есік қақтық. Ол кісі жатып қалған екен. Мені көріп шошып кетті. Әй Гүлжан, мұнда не істеп жүрсің, тыныштық па деп сұрады. Аға, мені Өзбекстанның басшылары конкурстан алып тастапты деп жылап жібердім. Көз жасым көл болды. Өз аға түк түсінбей, кім, қайда, қашан, не үшін алып тастаған деген сұрақтар төпелей жөнелді. Мен болған оқиғаны түгел баяндадым. Ол желдің қайдан соққанын бірден түсінді. Тістеніп тұрып біреуді жақсылап сыбады да, СССР комсомолының бірінші хатшысы Евгений Тяжельниковке телефон соқты. Евгений, сен ояусың ба? Мен қазір барамын. Аналар тағы да бірдеңені былықтырып жатыр деді. Сөйтті де бас хатшының бөлмесіне барды. Тяжельников екеуі арғы бөлмеге кіріп есікті жауып алды. 15 минуттай телефонмен сөйлесті. Сосын шықты да, Гүлжан, еш алаң болма, ертең билейсің. Бар да демал. Азанда сағат 8-де көлік жіберемін. Сақадай сай тұр деді. Бөлмеден шықсақ, құрбым дәлізде үрпиіп тұр екен.
Өзаға оған қарап: "Уайымдама, құрбың ертең жарысқа қатысады. Бәрі оңынан шешілді", деді де екеумізді шығарып салды. Бөлмеге келіп ұйықтататын дәрі іштім, бірақ әсер етпеді. Алған стрестің күштілігі сонша таң атқанша көз ілмедім. Азанда тұрып, жуынып, киініп, сақадай стай тұрдым. Сағат 8-де қап-қара шетелдік машина қонақ үйдің алдына келіп тоқтады. Ол заманда Сссрде шетелдік көлік тұрмақ, Жигули көрмейміз. 1960-70 жылдары москвичі бар адам патшаның баласындай көрінетін. Қонақ үйден шыққан жұрт әлгі көлікке тамсана қарап, сыртын сипалап көріп жатты. Біреулер терезесінен сығалап жүр. Осы сәтте қонақ үйден мен шықтым. Шопыр көліктің артқы есігін ашып, мені ішке тұрғызды. Жұрт қызығып қарап тұрды. Көңілім көтеріліп, бір марқайып қалдым. Меніңше, сол заманның ең супер автомобилін Өзбекәлі ағам мені жігерленіп сілкінсін, қуаттанып қуансын деп әдейі жіберген сияқты. Әйтпесе ондай көлікке Брежневтің қызы отырмаған шығар. Түндегі күйреген көңіл күйім таңғажайып көлікке отырған соң лезде қалпына келді. Концерт өтетін ғимараттың алдына кеп тоқтағанда патшаның қызындай болып салтанатпен түстім. Сахнаның артында ұлттық киімді киіп кезегімді күтіп тұрмын. Оркестр сол күй құрды. Амал жоқ, дойыраға биледім. Бағыма орай Алматыда оқыған кезде биден беретін ұстазым Ташкеннің қазағы еді. Ол маған өзбек биінен сабақ беріп, дойыраның ритмін үйреткен. Таныс аспап болған соң сасқаным жоқ. Дегеннен дойыраның ритмін іліп алдым да бұралып сала бердім. Обалы не керек, бидің түбін түсірдім. Бірақ ұйқының аты ұйқы, қанбаған ұйқы жүзімдегі эмоцияны солдырып жіберді. Жүзімнен шаттық шуағы төгіліп тұрмады. Мұны қазылар да байқап қойды. Кім білсін, сол жолы эмоция мықты болғанда, бәлкім бірінші орын алар едім. Есесіне 3 күн бойы Алматыда тіктірген ұлттық костюмым үлкен рөл ойнап кетті. Қос етек көйлегім де, велюр нұмышам да, құндыз бөркім де, бөркімнің үлбіреген үкісі де сахнаны жандандырып жіберді. Осылайша бірінші турдан өттім. Одан кейінгілері оңай болды. Соңғы шешуші кезеңде ерекше шабыттандым. Себебі залдың атмосферасы жігер сыйлады. Сахнаға шыққанда зал қиқулап, айқайлап, ысқырып, қол соғып шулап кетті. Артынша тебіреніп жылағаным есімде. Кейін байқасам, мен шыққанда делебесі қозып қиқулап отырған қазақтар екен. Өзағам фестивальға делегация болып барған барлық саланың маманын залға жинапты. Тіпті қырғыз делегациясында әкеліп отырғызып қойыпты. Жарыс біткен соң жеңімпаздарды анықтап марапаттау үшін арнайы залға жинады. Бірінші күні дойыраға билеген биім көңілден шықпады. Сондықтан жүлдеден үміт етпегем. Мұндай фестивальға қатысудың өзі абырой. Кенет қазылар Талпакова, СССР деп айқайлады. Маған бұл Қалпакова деп естілді де мән бермей отыра бердім. Сөйткенше болған жоқ. Гүлжан Талпакова, СССР деп бірнеше мәрте шақырғанда, қасымда отырғандар маған бұрылып: "Әй Гүлжан, сен шақырып жатыр", деді. Тоқ соққандай тұла бойым естілмей қалды. Тәлтіректеп тұрдым да баспалдақтан былқ-сылқ етіп мас адамша теңселіп әрең түстім. Сахнаға жеткенше құлап қалам ба деп қорықтым. Жарқыраған күміс медальды мойныма ілді. Сый-сияпат пен гүл шоғының астында қалдым. Фотографтар жан-жақтан шатырлатып жарыса суретке түсіріп жатыр. Осылайша өмірімде алғаш жарысқа қатысып, дегеннен екінші орын алдым. Өз ағамның қуанышында шек жоқ. Жеке келіп құттықтады. Мәскеуге барған соң жеңімпаздарға дастархан жайды. Ол жерде де өз ағамның абырой асқақтап, айдарынан желесіп тұрды. Бұдан да қызығы, СССР-дағы ең беделді журналдың бірі Огонёктың мұқабасына суретім шықты. Ішіне мен жайлы көлемді мақала жазылыпты. Оны да ұйымдастырған Өзбекәлі ағам болатын. Конкурстан алтын алған қаншама лауреат пен таланттар үзеңгі қағыстырып, ауыздығын шайнап тұрған. Сонша жұлдыздың арасынан суырып шығару мен үшін ғана емес, Қазақстан үшін зор абырой. 1968 жылы ұлттық киімімен Огонёктың мұқабасына шығуым қазақ жастарына мотивация мен мақтаныш сезімін сыйлады. Бұдан соң Алматыға ұштым. Ол кезде Алматының әуежайынан ұшақ аз жүретін. Қонуға жақындағанда алаңдағы қызыл кілемді көріп, шетелден қонақ келген екен деп ойладым. Тараптан түскен кезде бірақ білдім, мені салтанатпен күтіп алу үшін бұл құрметтің бәрін ұйымдастырып дайындаған Өзбекәлі ағам екен. Осыдан соң жұлдызым жанып, тасым өрге дөңгеледі. Орта Азия бойынша шығыс биін билейтін жалғыз бишіге айналдым. Соның арқасында 50-ден астам шет мемлекетте өнер көрсеттім. Софияда болған оқиғаны кейін терең сараптадым. Ол интриганы Өзбекстанның комсомол хатшысы ұйымдастырса керекті. Ондағы мақсат маған жалған ақпарат беріп конкурсқа қатыстырмау. 5 минут кешіксем менің орыма Өзбекстанның бишісі шығуға дайын тұрыпты. Дайын тұрғаны сол оркестрдің өзін дойырамен алмастырып қойған.
Сол заманда шетелге кім шықса да СССР-дің атынан қатысатын. Сондықтан өзбек шықты не, қазақ шықты не айырмасы жоқ деп қарайтын. Бірақ Өзбекәлі олай қараған жоқ. Ол ұлттық намысқа шапқан кезде басқа идеологияны көзі көрмей қалатын. Сол түні интриганың тірсегін қиып жолын жауып тастады. Мен де намысқа тырысып, батырға оң солы бір дегендей өзбектің дойрасын өзбектен артық билеп шықтым. Егер сол түні сүрінгенімде кейінгі бақ пен бақыттың, атақ пен даңқтың ұштығы мен пұштығы да бұйырмас еді. Одан бөлек сол түні бірден шешім қабылдап, білегімнен сүйреп отырып өз ағаңның бөлмесіне ертіп апарған жан құрбыма да өмір бақи қарыздармын. Ол атақты әнші Сафия Ротару болатын. Сафия сол жолы алтын медаль алып, жұлдызы жарқырады.